үшін. Дұрыс па? Бұл біздің ұлттық Иә, Қайсар мырза, парызымыз. Сіздер қазір мына видеомен біздің жаңа олқылықтарымызды, кемшіліктерімізді көрсете берсеңіздер, біздің мектепке қазақтар келмейді ғой, соны неге ойламайсыздар? Бұл сабақ болу керек. Екінші рет сондай нәрсе. Ондай қазір көрсетсе келмейді ғой, енді айтады ғой, біз сіздің қазақ бөліміне беріп жатырмыз, ал сіздің мынандай нелеріңіз өте көп деп. Сіздерде кемшіліктер жоқ па жұмыстарыңызда? Жоқ, бәрі сізде дұрыс қой. Сіздер бәріңіз өздеріңіз біз мемлекеттен қаржы алып отырған жоқсыздар. Бізде ешқандай жауапкершілік жоқ. Неге сіздерде бір мекемені басқарып отырсыз? Сіз мына жерде 2300 баланы басқарып отырсыз, мұғалімдермен қоса. Қанша мұғалім бар сіздерде? 130. 130, оның нешеуі қазақ бөліміне сабақ береді? Және жаңа ғана орыс тілін жиналыс қай тілде өтеді сіздерде? Қазақша жақсы біле ма? Жиналыс қай тілде өтеді сіздерде? Жақсы біле ма? Жақсы білу керек. Қазақ тілінде де. Сонда орыс тілінің мұғалімдері, орыс тілінің мұғалімдері қазақша білмей ме сонда? Соны айтамын. Солар үшін орысша өтіп жатсыздар ғой. Жоқ, олар үшін емес. Мемлекеттік тіл бірінші орында болу керек. Сіз тағы да айтып қоямын. Бірінші орында. Жиналыстарымыз қазақ тілінде өтеді. Презентацияларымыз Іс-қағаздар, іс-қағаздарымыз бізде көбінесе бәрі қазақ тілінде өтеді. Қазақ тілінде болу керек. Бірақ орыс бөлімінің жаңағы орысша жазып жатқан справкалар, олар орысша болады. Оны мен деген, келіңіз кіріп